Barchaga salom dostlar. Sizlerмен tagı sport жаңалыктар. Videoni bostamас burun arnaga tirkelemiz. Videoga like basıp videoni ahırına дейін көрemiz. Mulde kütpеген boksçı Головкиннің келесі қарсыласы белгілі. Австралиялық боксшы Майкл Зарефа Қазақстандық Геннадий Головкинмен жекпе-жек өткізуі мүмкін деп хабарлайды. Зарефаның Fox Sport Австрия арнасы берген сұхбатында айтқаны бойынша, ол және Головкин орта салмақтағы чемпиондық белбеулер үшін наурыз айында Австралияда айқасу туралы ауызша келісімше келіпті. Сонымен бірге 30 жастағы Зарефа 40 жастағы Геннадий Головкинді жеңетін болса, отандасы Тим Сюземен айқас талап ететінін айтыпты. Мұның алдында Головкин IBF белбеуі міндетті үміткер бразилиялық Эскиво Фалкаомен Қазақстанды жекпе-жек өткізетіні айтылған болатын. Ал сарапшылар Геннадий Головкинге белбеулерден бас тартып, ақшалай айқас өткізуге кеңес берген еді. Сарапшы Алимхан ұлымен 14 нокауты бар қарсыласына шынайы баға берді. Telk Sport порталының редакторы Майкл Бенсон WBI титулына алғашқы қорғайтын Жәнібек Алимхан ұлы мен Дензел Бентли айқасына қатысты болжам айтты. Тілшісі берген сұхбатында ол жекпе-жек нокаутпен бітетіні пайымдады. Боксшылар 12 қараша Лас-Вегастағы Palmas Casino Resort кешенінде жұдырықтасады. Бірінші қорғау үшін жаман қарсылас емес. Бентли мықты боксшы. Ол жекпе-жектің жоғары деңгейі мен жылдамдығын сақтай алады. Бұл Алимхан ұлының кейінгі айқасына қарағанда ілгерілеу. Дегенмен боксшылар арасындағы айырмашылық үлкен. Қазақстандықтың жеңу ықтималы жоғары. Мәселе тек мықты жақтарını дұрыс пайдалануда. Бұл айқас нокаутпен бітеді деп ойлаймын, дейді Бенсон. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.